Ауыр күнді артымызға тастауы, қиын сәтте қиындықтан қашпауы, тілім, дінім, ұлтым қайта көгерген, елбасы Нұрағаңның бастауы, билік тізгінін қолына ұстаған жылдардағы президентіміздің жарқылдаған келбетін, биік болмысын, кемел дарынын, және де ел басшысы ретіндегі көсемді қасиеттерін бүгінгі ұрпақ біздер білуіміз керек. Сан ұлттың басын қосып Қазақстан, бекемдеп саясатын ішпен тыстан, елбасы алдын ала болжай біліп, сүрінбей аман өттік дағдарыстан, жыл сайын табыс қоссын табысыңа, әр қазақ берік болсын намысыңа. Нұрсұлтан Назарбаев бастай берсін, нұрлы жол, нұрлы заман бақытына. 91-де президентті сайладық, еркіндікті белбекен байладық, ақ киізге Нұрағаны көтеріп, тілек айтып, шаттық тойладық. Бір басында кемеңгерлік даналық, елін сүйген елін үшін жаралып, сол кісідей болса болсын әр алып, адамдықтың алсар алас үлгісі бір өзіне жатқан. Ардақты ағайын, 1991 жылы 1 желтоқсанда алғашқы Қазақ СССР президентінің жалпы халықтық сайлауы өтіп, ол сайлауда ел президенті болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланғаны баршамызға мәлім. Яғни өз тағдырын өзі айқындауға алғашқы қадам жасаған Қазақстан үшін 1 желтоқсан мемлекеттік тарихының мерейлі күні болып саналуға орны өте лайықты. Жоғары парламенттің бекітуімен 2012 жылы 1 желтоқсан Қазақстанда алғаш рет тұңғыш президент күні мемлекеттік мереке ретінде аталып өтіп, бұл баршамыз үшін қуанышты оқиға болды. Елбасына деген ел құрметін айрықша айғақтауға арналған бұл мерекенің дәстүрлік іс-шараға айналуға орны бар екенін шынайы сезіммен айтып өтуге тура келеді. Биыл міне тағы да осы мерекені тойлағалы отырмыз. Елтіміздің тереңінен танып келді, шарапаты бар адамға дар біткен, елбасының есімі бұл тарихта қаралы анық өшпес алтын әріпте. Қазақстан деген менің бар елім, жатыр алып жарты дүние әлемін. Бұл даланы анам жаспен суарған, бұл далада атам қолға туалған. Бұл далада жылап келіп уанған, бұл даланы көріп алғаш қуанған. Бұл далада өскен жанға жоғарыман.